Hayırlı gün балалар. Мен Қазан Адамдар полилингвал мектебінің татар тілі оқытушысы Лилия апа болам. Бүгінгі біздің дәрісіміздің темасы кім, нәрсе сұрауына жауап болған сөздер. Татар тілінде біздің кім сұрауына барлық кіші, кішінің исімі, фамилиясы һәм кішіге қараған башқа сөздерге жауап бере. Қалған барлық предметларда нәрсе сұрауына жауап бере. Мәселен, Сабан той журналы ол біздің нәрсе бола. Мәселен, Лейсен. Лейсен ол біздің кім сұрауына жауап бере. Шулай ук үстел. Үстел ол нәрсе сұрауына жауап бере. Піси. Піси шулай ук нәрсе сұрауына жауап бере. Әби, бабай, бұлары енді кім бола? Хәзер біз сіздің білен иқтибар етіп, экранларға қарайбыз. Менә мұнда берілген предметлар. Иқтибар етіп қарайбыз. Күгәршін, тиын, алма, оқушы, әби, бала, бабай, піси, оқытушы. Бұл сөздерді біз сіздің білен кім һәм нәрсе сұрауларына жауап берген сөздерді үйлеріне орнаштыруға тиіш боламыз. Кім сұрауына біздің түбәндегі сөздер орнаша. Оқытушы, оқушы, бабай, әби, бала. Нәрсе үйіне орнашачак біздің сөздер. Китап, тиын, піси, алма, күгәршін. Татар тілінде кім сұрауына кіші исемлері, фамилиялар һәм кішіні білдірген башқа сөздерге қойыла. Мәселен, әби, Адиле, бабай, оқушы, оқытушы. Нәрсе сұрауы қалған барлық предметларға қойыла. Мәселен, китап, алма, күгәршін, піси, құшлар. Сабан той журналының октябрь айындағы санында Лилия ападан кім нәрсе темасына берімлер болашақ. Білімлеріңізді текшіру үшін шешігіз. Бүгінге мен сіздің білен саубуллашам. Тіл ашқышы проектінің келесі темасы авазлар һәм хәрефлер. Сау болыңыз.